Шымкентте төтенше жағдайлар қызметінің мамандары мен волонтерлер тұрмыс жағдайы төмен отбасылардың от жағатын пештерін тексеріп, құбырларын тазалауға көмекке келді. Сондай-ақ газ шыққанда белгі беретін дабыл қаққышты да тегін орнатып берген. Бұл шаралар тұрғындардың өрт қауіпсіздігі ережелерін қатаң сақтаулары үшін жүргізіліп отыр. Себебі жылу маусымы басталғалы бері қаладағы Қаратау ауданының өзінде улы газдан иістеп 3 адам қайтыс болды. Ал Қайнарбұлақ саяжайында көгілдір отын болмағандықтан пеш жағылып, өрт қауіпсіздігі талаптары сақтала бермейді дейді төтенше жағдай қызметкерлері. Қаратау ауданы бойынша өткен жылмен салыстырғанда иісті газдан улану саны көбейіп жатқаны байқалады. Сол себепті қазіргі таңда отынмен қолданатын үйлерде үгіт-насихат жұмыстарын жүргізілуде. Қазіргі таңда қала тұрғындарын ескертетініміз, кішкентай балдарыңызды қараусыз қалдырмасаңыздар, электр пештерін ажыратып жүрсеңіздер, көмір отын пайдаланатын тұрғындарға мұржаларын тазалап, пештерде болған ақауларды дер кезінде тазалап, бекітіп, сақтық шараларын жүргізсе екен деген сұранысымыз бар.